қызық. Мектепте іс-шара көп, бірақ мұның бәрін кім ұйымдастырады екен? Неге біздің пікірімізді ешкім сұрамайды? Сәлеметсіз бе, бұл не? Сәлеметсің бе? Бұл ұрпақ парламентінің осы апталық жоспары. Парламент? Парламент деген не? Егер қаласаң, мен саған ұрпақ парламентінің жұмысын түсіндірейін. Біз мектеп пен оқушының арасындағы алтын көпірміз. Ал біздің негізгі мақсатымыз мектеп өміріне өз үлесімізді қосып, оның өмірін оқушыларға қызықты ету. Ол қалай? Сонда сіздер қандай жұмыс атқарасыздар? Жүр, мен саған көрсетемін. Мен мектеп парламентінің президентімін. Менің жұмысым мектеп парламентін басқару. Сонымен қатар мектепте өткізіліп жатқан іс-шараларды, байқауларды қадағалау. Біздің мектеп парламентінде 8 фракция бар. Оның әрқайсысы өзінің жоспар бойынша жұмыс атқарады. Бірінші спорт және сөз фракциясының басшысы. Оның негізгі мақсаты оқушыларды салауатты өмір салтына баулу. Ал бұл мәдениет және өнер фракциясының басшысы. Оның негізгі мақсаты мектепті мәдени өмірді дамыту және оқушылардың шығармашылығын қолдау. Экология және еңбек фракциясының жетекшісі. Оның негізгі мақсаты қоршаған ортаны қорғау және оқушылардың денсаулығын нығайту. Қамқорлық фракциясының жетекшісі. Оның негізгі мақсаты мейірімді, таза әрі қауіпсіз мектеп ортасын қалыптастыру. Қаншалықты жиі Бұл барасыз? бізде ақпарат фракциясының басшысы. Біз мектептің көзі мен құлағымыз. Желідегі тренд, мектептегі бренд, бұл біздің бақылауымызда болады. Сторис пен пост арқылы мектептегі танысты ашамыз. Бізбен бірге толқында бол. Енді сені құқық және тәртіп фракциясының басшысымен таныстырайын. Мен құқық және тәртіп фракциясының жетекшісімін. Менің негізгі міндетім мектепте ережелердің сақталуына көмектесу және оқушыларға мұғалімдерді құрметтеуді насихаттау. Мен мектепте қолайлы әрі жайлы орта құруға көмектесемін. Сонымен қатар оқушылар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргіземін. Ал бұл бізде дебат фракциясының жетекшісі. Мен дебат фракциясының жетекшісімін. Ұстанымым оқушылардың сөздерінің салмағын сезіну, ойдың тереңіне бойлау және ақиқатқа адал болу. Ал бұл бізде бақыт және мәдениет фракциясының басшысы. Ал мен бақыт және өзелсану фракциясының жетекшісімін. Менің мақсатым әр оқушының мектепке қуанышпен келуін қамтамасыз ету және мектептегі жағымды ортаны қалыптастыру, себебі бақытты оқушы үздік оқушы. Мен мектепті тек оқулық пен партада ғана деп ойласам, мектеп ол біздің дауысымыз және біздің мүмкіндігіміз екен ғой. Өзгерісті біреуден күтпей, оны өзімізді жасауға болады екен ғой. Міне, нағыз ұрпақ рухы. Біз мектептің жүрегіміз, ал сендердің идеяларың біздің күшіміз. Біз сендермен бірге өзгеруге дайынбыз. Біз біргеміз, бір командамыз және биікке бірге жетеміз.